бірақ дегенмен мен мынандай ұстанымдамын қазір. Әйел туралы әйелдер жазу керек. Еркек қанша шебер жаңағы суреттей алады, ол керемет суреткер, керемет жазушы дегенменен бәрібір іште әйелдер басқаша. Оған мен қалай түсіндім оны, Элиф Шафак деген түріктің жазушыны оқығаннан кейін түсіндім. Мен осы уақытқа дейін әйел жазушының әйелдерді суреттеген өте сирек оқығам да. Сосын Элиф Шафакты оқып отырған кезде ол кәдімгідей 100% менің ішіме кіріп кетіп, менің ойым жазған сияқты болды. Сол үшін мен қыздарға ылғи айтамын, өзіміз туралы өзіміз жазуымыз керек. Сценаристер де қыздар көбірек болу керек, сауатты қыздар көбірек болу керек жазған кезде, жаңағыдай ер режиссерларға еріп кетпейтіндей өз ойлары бар да. Енді Құдайға шүкір, қазір мен көп мына Сәлем Саушылда жұмыс істеген кезде қыз режиссерлар өте көп. Тәжірибелері аздау, өйткені режиссер болу үшін бәрібір тәжірибе керек. Өте көп тәжірибе керек. Кәдімгідей таңнан